Былай қалай ойлайсыз? Нұрқаділовтың ісін қарайтын уақыт жетті ма қазір? Кейде әйелді айтқан тыңдау болу керек екен, әйтсе мен барғанда мені де атылатын едім. Храпуновтың әйелі. Иә, кейін әйелі болды, ол кезде әйел емес ол. Содан оның қалай әйел болғанын да білемін. Содан әлгі. Жалпы осы Семей полигонын кім жапты? Сонда мен 1 ай болдық, 1 ай Семей полигонда. Ол жас 1 күн келген жоқ қой, 1 күн. Гүлнар Міржақыпқызы қандай адам еді? Қазақ классикасының бәрін жақсы біледі. Мына Мағжанның өлеңін жатқа айтады. Қазақ жастары қажет қосымшасын ойлап шығарыпты. Ол жерде әлеуметтік желілерді қалай жүргізуге болады, қалай пайда табуға болатынын үйретеді. Және Каспи қосымшасы арқылы пайда табуды да үйрене аласыздар. Біз Каспиді әдетте біреуден қарызға ақша сұрау үшін, біреуге ақша жіберу үшін ғана пайдаланамыз. Бірақ оның зор мүмкіндіктерін білмейміз. Ол жерде 100-ден аса сабақ бар, және түрлі бағыттағы сабақтар қосылып дамығанның үстінен дамып жатыр. Егер ақпарат алғыларыңыз келсе, төмендегі нөмірдің WhatsApp-ына жазыңыздар, немесе қажет қосымшасын тіркеп алыңыздар. Қазақ жастарын қолдайық. Арма ағайын, бүгін бізде қонақта ақын, қоғам қайраткері Жұмаш Кенебай. Жұмаш аға, сіз осы біздің студиямызға Міржақыптың 140 жылдығына орай бір шарадан келіп отырсыз. Міржақып Дулаттың кезінде Қазақстан ұлттық арнасында Алаш арулары деген бағдарлама түсірдіңіз, сериялық. Осы Гүлнар апамызбенен қалай таныстыңыз? Гүлнар Міржақыпқызы қандай адам еді? Мен ол кезде Алматы қалалық әкімдігінде Заманбек Нұрқаділовтың қарамағында мемлекеттік қызметте болатынмын. Ол менің басқарып отырған бөлімім ұлтаралық қатынас және қоғамдық саяси ұйымдармен жұмыс, қазіргілердің тілімен айтқанда ішкі саясат. Мұнда менің негізгі қызметім жаңағы саяси қуғын сүргін көрген адамдар табу, көмектесу, қазіргі оппозицияның жұмысына баға беріп отыру, сондай болатын. Сонда Мардан Байділдаев деген белгілі қазақ ғалымы, Қызылорданың азаматы етілген кісі еді. Сол бір күні маған келіп, Жұмаш, сенің бұл жерге келгенің жақсы болды ғой. Осында сен білесің бе? Алаш көсемдерін атылып кеткен, солардың ұрпақтары бар Алматыда. Солар қазір ешкімге керек емес. Сен және мына әкімдіктесің. Соларға бір қамқорлық жасау керек деді. Мына жақсы болды. Кімдер бар деп едім. Алдымен мен сенің Міржақыптың қызы Гүлнар апайыңмен таныстырамын деді. Содан таныстырыңыз деді. Барайын ба? Жоқ, мен ол кісіні өзім алып келем деді. Кабинетіңде отыр деді. Кабинетінде отыр дедім. Гүлнар апайды бірінші рет көрдім. Көз кербез, келісті әйел екен, келіп кіріп, айналайын Жұмаш, амансың ба деп қасыма отырып. Сенің өзің амандасайын деп едім. Содан кейін үйге ертіп барайын, шай дайындап қойып едім. Қалған әңгімені сол жерде жалғастырсақ, сен жұмысынан сұрағын деп. Жұмысты енді бөлім бастам қажет деген бір жағынан не барып айтын, және Жәкеңмен жақсы болдым, Заманбек Нұрқаділовпен барып үйіне бардым. Ол кісі ана қол жазбаларын енді бәрін сол дайындап келіпті ғой келгенде. Сонда айтады маған, Жұмаш, мынаның бәрі мен қалай сақтап қалды дейсің дейді. Мына көрпелерді көрдің бе деді ана жерде. Қанша көрпе, қанша жастық, солардың ішіне тіккен екен бәрін. Суреттерді, фотоларды, жаңағы құжаттарды, барлығы көрпелердің арасында оны бүйтіп ұстаған адам байқамайды екен оны. 37 жыл атылып кетті, 31 деген жыл атылып кетті, содан кешегі мына 90, мен жаңа 92-93 жылдар жаңа. Соған дейін сақтап келген ғой. Сонан отырып, менің ата тегім кім, ана мына деп сөйледі, екеуміз бірден тіл табыс. Содан кейін әлгі Гүлнар апайдың бір жақсы, мен осында сенің, мен сияқты апайларың бар, ана Қошке Кемеңгерұлының қызы Қарагөз, анау Ақаң Ахмет Байтұрсынұлының Айман, Шолпан қыздары бар. Тағы анау қазақтың алғашқы дәрігерлер, қазға бәрі аты есіме түспей тұр, солардың адамдарымен таныстырам деді. Мен бір күн өшеді шай дайындаймын, үйде. Солармен отырып әңгімелес деді. Содан кейін дайындады, сонда бір 10-15 адам келді үйіне. Жаңа Мардан Байділдаев, мен бар, соны отырып әңгімелесіп сол жерде. Бұл содан кейін айтты, мен қазіргі сіздерге мынандай көмегім бар деп. Мен оғанда кімге телефон соқтым.
Семей облыстық әкімі Кешірімхан Бозтаев екеуміз бір ауылдамыз. Және Семей полигонын жабу кезінде де бәрінде сол кісі арқылы мен неткем. Сол кісіге айттым, сіз енді қолыңызда билік отырған. Осында алаш көсемдерінің ұрпақтары бар қалған, аз қалды қазір. Солар Семейге апарсақ, сіз ана әкелері отырған абақтыларды, тергеу нелерін бәрін көзімен көргісі келеді. Анау Кешаған керемет, алып кел қанша адам болса деді. Содан Мардан Байділдаев бар, бәріміз бар. Мен бір жерден айтып, бір тиын тебен томал кісілерге пойызға билет алдық айтып. Біреулерге спонсор бол деп. Соны барып сеп, Кешірім Бозтаев бүкіл облыстық партияның басшыларын бәрін айтып қойып, бәрі парадта тұрғанда күтіп алып, Ертіс деген үлкен қонақ үйдің керемет бөлмелерін беріп бәріне. Соның дастархан жасап кешке жақын. Сонда санандай қиын заманда Кешірімдікі де ерлік. Ана халық жауларының ұрпағы енді бірінші рет келіп тұр өмірде. Сонда ана Міржақып отырған, Ахаң отырған абақтылардың ішіне барғанда адам шошиды ана. Қазір ат қораға айналған кезде сонда да енді мынандай тесіктермен жылап тұрып қалай сөйлескендерін, қалай тілдесетін, қалай тамақ әкелетін, әкелерін көрмеген қорлықтарын бәрін айтып, соны өз көзіммен көрдім. Сол кезде менен бір қателік кетіп қалды енді. Операторлар алып жүргім керек еді ғой. Өзім телевизионщикпін сонда. Не фотоаппарат алмағам, ештеңе де алмағам. Соның әлгінің бәрін көрсетіп, соны алып келді. Мен екі-ақ күнге кеткенмін, одан артық маған жүруге болмайды, мемлекеттік жұмыс қой. Содан келгеннен кейін ол кісілермен араласып тұрмын. Бір күн Заманбекті орнына алып тастады, қызметтен сарт еткізіп. Ұзақең айтты, енді сендер де кетесіңдер деді. Жұмыс тауып ал деді. Қайда барам мен? Мұхаммедқазы Тажин, Марат Тажин деген баласы мынаны істеді ғой. Соның әкесінің көмекшісі болған бір Совет өкіметі кезінде. Сол мен республикалық білім қоғамының бастығы болдым. Мен соның көмекшісі болдым жас кезінде 21 жасында. Сол өкімет сол келіпті кімге? Назарбаевқа. Жаңағы ішкі саясатын басқаруға келді Лондоннан. Соған бардым. Марат Тажин. Иә, Марат Тажинге бардым. Марат Тажинді мен көмекшінің жұмысын айтайын сен. Ол кезде мен бір көмекші болып істеп көрген. Әлгі Марат жалғыз ұлы 3 қыздың ішінде. Соны мектепке апарам мен. Мектептен алып келем, қыдыратын жерге алып барам. Содан жеңгеміз де бір пысық адам болды, татардың қызы болды, бірақ керемет болатын. Ана базардан барып алып келіп берші, машинадан алып келіп берші. Мен сондай екен. Әлгі Марат Мұхаммедқазы Тажин тарих ғылымының кандидаты, өте оқымысты адам, Гурьев облыстық партия комитетінің 2-ші секретары болатын. Келгенде білім қоғамына. Содан Марат танимын, ол бөлек әңгіме. Сонда әлгі Маратқа келдім. Мен Гогольмен коммунистік партияның қыршында қалалық әкімшілік отыр, ескі Гогольмен еді. Сол жерден енді ана қазақ телевизиясы ана неде тұр. Бұл қазіргі орында. Марат Тажинге айттым мен, енді ана қашан дегенде, қанша дегенде біз пендеміз ғой, бір пенделшілікті айтқым келеді. Ана жерде 3-4 жыл жұмыс істеп қалғам Алматы қалалық әкімдігінде. Кеткім келмейді. Енді мен ана жерге барған себебім, енді осы өкіметте жұмыс істесем қайтеді деймін ғой, енді пенделшілікпен. Маратқа келіп айттым, Марат әлгі балабақшаға апарып, ананы әперіп. Керемет аға әкесінде жақсы көріп кеткен. Аға неге келдіңіз дейді. Неге келгенде мыналар алып тастады, мен Нұрқаділовты алды, енді мені де кетірді. Кетіреді әлі, кетіргелі жатыр едім. Қайда деді. Осы өкіметке алсаңшы мені деп едім. Мен шынымды айтайын баға деді. Сіз өкіметтің адамы емессіз деді. Психолог қойылады. Бұл жерге келесіз, артық бірдеңелер айтасыз ертең. Сізге де маған да не болмайды. Бұл жер сондай жаман жер деді, от жанып тұрған деді. Өз мамандығыңыз журналист қой деді. Е, журналист. Барасыз ба бір қызмет істесем? Қандай қызмет? Қазақ телевизиясында бас редактор болып деді. Жарайды деді. Кім десем, ана Ләйла Бекетова, сол кезде қазақ телевизиясына Қазақ телерадио корпорациясының бастығы болып келе қалған екен. Оны бұрын көрмегем. Қазақ телевизиясы 90. Храпуновтың әйелі. Храпуновтың әйелі. Иә, кейін әйелі болды, ол кезде әйелі емес ол. Содан оны қалай әйелі болғанда білемін. Содан әлгі Ләйла Бекетоваға телефон соқты менің көзімше.
орысша қазақша білмейді ләйләді. Мына ол оңып тұрған жоқ қазақшасы, бірақ дегенмен айтайын кішкентай. Қазір барады менің адам. Мен сіз қандай қызмет керек сол жерде деді. Сол бас редакторлық жетеді. Бас редактор қып деді. Келсін қазір 10 минуттан одан кейін уақытым жоқ деп айтты. Мен 10 минут ұшып барам ба, менде машина жоқ дедім. Есіктің алдында менің машинам тұр деді. Машинасын мен неге алып келді? Неге? Алып келді. Әлгі күтіп отыр екен Ләйлә Бекедан бір жерді көрдім. Пишу заявление деді. Жаздым. Қазақша білмеді. Главный редактор. Сөйтіп 10 минуттың ішінде главный редактор болып шыға келдім. Әлі мына жақтан жұмыстан шықпаған мен. Неге қазақ телевизиясында. Сол әлгі жаңа қазақ телевизиясына келдім. Мен келгеннен кейін ана кісілердің жеңгелер, әпкелерім бәрі естіп менің келгенімді қуанып біз туралы енді хабар жасамайсың ба, түсірмейсің бе деп енді бәріміз ағаларың туралы, аталарың туралы айтып берейін деп. Жақсы болды. Міне қазір мен қолыма келді дедім. Ана Бекетова мен айтқанымды істейді. Қандай не сұрасам да береді техниканы. Келдім де айттым, мына Алашары, тұлпардың тұяғы Алашарулары деген 1 сағаттық Қазақстан телеканалынан телехабарға деп сөйттім де. Пожалуйста, ал деді. Содан кейін жаңағы ол бәрі әйел адамдар дедім, Алашарулар деп қойған екен. Ол әйел алуы 8 мартқа бір сыйлық жасау керек дедім. 8 ауданға бөліп қаржы бар, тағы бар, мына сувенирлерін бәрін алдырттым ана. Қазір хабардың отыратын зданиясын үлкен залым берді маған. Анау айтып отырған екен немене? Ол кезде хабар енді бөлініп нетіп жатқан кез. Енді техниканың бәрін қойды керемет. ПТС-СТС-тердің бәрі далада жұмыс істеп тұр. Соны анау әсіресе Қошқа Кемеңгерінің қызы Гүлнар апайдың алдында Қарагөз апайға барған болатын мен. Үйіне, сонда бір ғана бөлмелі үйде тұрады. Медицина ғылымының докторы. Үйінде түк жоқ. Батыс Алашордасы лидерінің қызы. Атылған. Көз көрмей қалған. Соны кейін әлгі кісіге сіз енді айттым, сіз енді ана жаққа келе алмайсыз, әуре болмай ақ. Жоқ, мен барам. Барыңдар дейді. Жаңағы Еркебұлан деген бала менде оператор Қазақстан каналында. Соған жолдастарымды алды, көтеріп әкеліңдер апайларын дедім. Хабар басталардан бір 10 минут қалғанда Қарагөз апай келді. Көз көрмес еді. Әне жерде тұрып, әлгі Алаштың қыздары Гүлнар апайдан бастап, барлығы сөйлеген кезде төбе құйқан шымырламайсың, ол әңгімені тыңдай алмайсың. Жылап тұрып. Совет өкіметінің соның барқасын дейді, алтын қордасыр. Нетіп, жарып суреттерін алып келген әрқайсын. Хабар біткенде бәрі сол суретін етіп тұрып бітіреді. 1 сағаттық хабар. Содан кейін тағы бір екінші, соны Алаш жаңағы, 3 хабар жасап жалпы, шу. Олардың бір жақсы мына жаңалықтың жаңадан ашылған кезі. Жаңалыққа алып барып жаңағы. Содан кейін бір жаңалық ашты мен сол кезде. Мына Алаш лидерлерін қайда атқан дейді ғой. Мен мына әкімшілікті істегенім қандай жақсы болды. Менен біліп алдым қай жерде атқанын Алматыда. Зәкең айттым, аналарға айтшы. Ана КГБ-ның астына мені кіргізсін. Деп. Заманбек айтқаннан қайда барады екен КГБ? Кім бар? Армиял Тасынбеков бар. Соны алып екеуміз бардық. Барсақ барғанда КГБ-ның астында терең астында жол бар екен. Ол жолмен ана ар жағында бір парк бар, кішкентай пионер лагер несі болды, сарайы болды. Қазіргі ескерткіш тұр ғой. Ұйғыр театрының астында ғой, Ұйғыр емес, тура КГБ-ның қарсысында. Қазіргі КМБ-ның қасында. КМБ-ның қарсысында тура ана сол жерде қазір ескерткіш қойылды ғой, бір саяси қуғын сүргін құрбандарының ескерткіші. Тура сол ескерткіштің астында ататын кезде кешкі жақын атады екен. Жетілер, 8-дер кезінде ана ататын жерді барып көрдік. Алла, ана қабырғаның бар қан сияқты көрінді маған. Ала көлеңке прожектор бүйтіп қарап бәрін көрдік. Сон 20-30 адамды атады күнде. Содан кейін жаңағы оларды атып жатқан кезде жаңағы жерде паркте офицерлердің биін ұйымдасып, музыканы қойып қояды екен. Вальс билейді. Аналардың бәрі. Ол ана тарсылдатып аналар арасында атып жатады. Атылып біткеннен кейін вальс тоқтайды. Бәрін таратады да, содан кейін бір хлеб деген машиналар қаптайды. Хлеб. Нан. Содан кейін жаңағы өліктерді мешекке салған әкеп хлебті лақтырады неге.
машиналарға. Лақтырады да, содан кейін қазір жаңалық қалып барады. Жаңалыққа апарды да лақтырып көмілмегендер далада жатады. Соның бәрін аштым дейді сонда. Барып, сол жерге дейін бардым. Армиял Тасымбековке екеуміз қатар жазамыз бәрін. Жарыстырып тұрып, сондағы жаңағы алаш лидерлерінің ұрпақтарының бізге ризашылығы өте шексіз болды. Гүлнар апай қандай адам екен? Өте жақсы адам. Гүлнар апайды мен мұнда енді оқыған әйел біріншіден, және тек дәулеттен шыққанды бірден көрініп тұрады. Артық ауыз әңгімесі жоқ. Өтірік айту жоқ. Мақтау жоқ. Немесе жамандап жер-жебірін айтпаса, атасын атып тастады ғой. Қарғар еді ғой басқа бір. Ондай жоқ. Салмақ жұмаш айналайын. Біз осы дерекпен ғана сөйлеуіміз керек. Сен де мен туған баламдай болып кеттің. Сенің атаңды мынау ұстап берген мынау. Мыналар жазалатты, мыналар атқызды. Бәрін мен енді сол кезде енді 10-11-ге дейін бе, кімді өлтіретін кезде 10-11-лердегі қыз ол бәрін. Сонда мен өз көз алдымды ұстап алып кетті ғой деп сөйтіп айтып отырады. Содан кейін бұл кісінің өзінің білмейтін несі жоқ. Әдебиетті өте жақсы біледі. Қазақ классикасының бәрін жақсы біледі. Мына Мағжанның өлеңін жатқа айтады, оқиды. Мағжанның өлеңдерін. Жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой. Сөзіңізде айтып қалдыңыз Марат Тажин туралы. Иә. Марат Тажин былай бала кезінде қандай еді? Бала кезінде енді бала ойла енді. Марат Тажин қанша дегенде бір 3 қыздың ішінде жалғыз ұл болды бірінші. Еркелеу болды. Орысша оқыған мектепті. Енді бірақ енді ана тәрбиелі жерден шыққан несі бар ғой, ана орталар олардың солай ғой. Бірақ енді өзім не болды? Мақтаншақ емес болатын Марат Тажин. Сол кезден де көрініп тұратын. Анандай қызмет еткенде Назарбаевта тегін адамдан да ішкі саясы, президент аппараты ішкі саясын басын етпейді ғой. Соған етті. Содан кейін бұның әкесі білімді адам болды. Мұхаммедқазы Тажин тарихшы ол. Ол тарихшы, өз нағыз қазақы, өз Ақтөбенің қазағы. Бірақ Гурьев облыстық партия комитетінің хатшысы болып істеген. Соңғы сол жерде біреулермен сыйыса алмай Алматыға қуып жіберген. Білім қоғамын басқаруға келді. Соған көмекші керек болып қалды. Мен біреулер мені апарып соған таныстырып, сон білім қоғамының төрағасының көмекшісі болып шыққаным сол. Ал жалпы Марат Тажинді кейін жаңағы маған көмек көрсетіп ол. Одан кейін мазалаған жоқпын мен оны. 90 жылдардың басында сіз қоғамдық саяси өмірге көп араластыңыз. Саяси ұйымдардың қатарында болдыңыз. 91 жылы 29 тамыз күні Семей полигоны жабылды. Енді бұны сол кездегі президент, тұңғыш президентіміз жаңағы Нұрсұлтан Назарбаев жапты дейді. Енді бір жерлерде Олжас Сүлейменовтің Невада Семей қозғалысының ықпалымен жабылды дейді. Жалпы осы Семей полигонын кім жапты? Бұл қалай болды сол оқиға? Айтайын. Ол кезде мен Азат газеті бас редакторының орынбасарымын. Бастығым Батырхан Дәрімбет қайтыс болып кетті ғой, марқұм. Содан кейін Семей полигонын жабу ол өзі үлкен әңгіме, айтатынбыз қалай басталған. Ельцин келді Қазақстанға, ГКЧП болды. Сол кезде Ельцинге бірінші сұрақ қойған менмін. Ана бізді кіргізбейді, ана достық үйі бар ғой, соған Назарбаев алып келді Ельцинді. Әлі ГКЧП басталған жағында басталайын деп тұрған кез. Бірақ Семей полигоны әңгіме болып жатқан кез. Содан кейін Совет Қазақатаев кімді? Хасен Қожахметовті жолдан нелер ұстап алып қамап тастады. Милиция ұстап қамап тастады. Енді қалған Батырхан екеуміз. Батырхан екеуміз жаңағы достық үйінің алдына келсек, қоршау бар, керемет. Содан тұрмыз, бәріміз артымызда, алдымызда, тұрған ана 3 әріптің адамдар бізді білмейтін болу керек еді. Бізге тіскен жоқ басында. Бірақ та қара машинамен келіп түсіп, Назарбаевпен кім екеуі, Ельцин екеуі түсіп, тұрып бүйтіп, деп бүйтіп тұрған кезде, Борис Николаевич деп мен айғайладым әкейғасы. Что деп. Можно вас на минутку дедім ғой, қорқпаймыз сол кезде. Сол кезде енді ана бүкіл КГБ тұр ғой, солар біздің ән жерде тұрғанымыз сол жерде біліп қойды да, бізден тұстаймын деп итерген кезде мен неден шығып, қысылғаннан Ельцин мен кімнің ортасынан шықтым? Назарбаевтың. Атып жібергенде олай. Ельциннің қолын бүйтіп ұстап тұрмын.
молодой человек, молодой деп ана сөйтсем қызу екен, бұрқырап тұр, енді біліп тұр ғой. Анау да көңілді. Ал жабаусың дейді, сен не айтайын деп тұрсың дейді. Біз ана одақтық шарт дегенге қарсымыз, соның Семей полигонын жабу керек. Мен соны айтайын деп тұрмын дедім, менің басқа жұмысым жоқ. Айтпайсың дейді. Ол мәселені бұл шешпейді. Шешесін маған неге айтпайсыңдар? Енді сізге кіре алмаймыз ғой. Кіресіңдер ертең деп. Алдап ете бізден құтылғысы келіп тұр ғой. Сөйтіп тұрғанда Борис Николаевич кімді екеумізді қолымыздан жетектеп ұстап алды да ішке алып кіріп кетті. Анау Назарбаев түк істей алмай қалды. Ішке кіріп отырмыз. Бәрі бүкіл енді оппозициядан ешкім кірген жоқ, бізден басқа екеуміз. Анау қызы болса да екеуміз есімізде қалған ғой, есінде қалғанбыз ғой. Бүйтіп іздеп та сіз не айтайын деп едіңіз бағана маған деп. Соны Батырхан шықты да екеуің біреуің ғана сөйлейсің деп тұр. Батырхан шықты айтты. Біз Семей полигонын жабуға, жаңа одақтық шартқа қарсымыз, бір ол анық дедім. Ал енді Семей полигонын тез арада жабу керек. Соған біз штаб құрғанбыз. Соған сіз қалай қарайсыз деп бірақ кім қойды осы? Сұрақ қойды. Семей полигоны жабылу керек деді екен. Елсін. Назарбаев не дейін білмей қалды. Ананы бүкіл Америка, бүкіл дүние жүзінің бәрі жаңағымызды көрсеткен. Хасен Оралтай Америкадан телефон соғып, сендер Елсін мен Назарбаевтың ортасына не қылып жүрсіңдер дейді. Қайдан білейік осылай болып қалды дейміз. Оны аны Бозтаев көрген. Енді ана жақты. Кешірім Бозтаев, Семейдің басшысы, Семей облысының басшысы. Иә. Ол сол кезде соның бастығы ғой, Семей облысының. Кешірімхан аға. Содан кейін алдындағы немен анандай жағдайлармен содан Семейге мен штабты басқарып бардым. Аттан Қазақстанға дегенде аттан деген бар ғой мына кім әлгі? Амантай қажы. Амантайды алып алдық. Содан келдік. Енді мен кімге біз айтпақшы, дәл сол кездерде Кешірім Бозтаев Семейдегі 2 атом бомбасын жару керек деген интервью шықты ғой. Совет одағының газеттерінің бәріне. Соның кейін мен мақала жаздым. Бозтаев шынымен жарыш жанашыры ма деп. 40 жыл жарды. Енді немене мына екеуінде жарып сонда қалған қазақты қырып кетейін деп отыр ма деп Азат газетінің бірінші бетіне мен мақала бастым. Жаңа ғана. Тура сол кезде Семейге бардық. Бозтаев қисайып белгілі ғой енді жаңағыдай мен анында жазып отырмын. Күнде ана Семейдің көшесінде митинг өткіземіз екен. Семей полигоны жабылсын, Бозтаев орнынан кетсін, әлгінің бәрін мен басқарам. Ленин ескерткіші облыстық партия комитетінің алдында тұрсам, Ленин ескерткішінің түбінде митинг өткіземіз. 15-20 күн болды. Содан бір күні неде жатырмын, қонақ үй, ерсі қонақ үйіне. Түнгі сағат 10-да ма, бір есік қағады. Кешірім Бозтаевтың көмекшісімін мен. Сізді аға шақырып жатыр. Қайда шақырып жатыр? Түн ортасы ғой мына дедім. Білмеймін, алып кел деді. Білдім. Машинасы күтіп тұр екен, бардым. Сөйтсем Кешірімхан ағаның қалада көбетарыз коммуналдық үйде тұрады екен. Қандай қарапайым, қарашы, коммуналдық үй келді. Өзі ашты есікті. Ар жағында қазы-қарта қайнап жатыр екен, бәрін есін сезін. Кір. Тәте, мына бауырыңыз келді әлгі. Бозтаевты құртам деп жүргенде байғарайды. Ар жағында шешесі енді бізге әпке болып келеді ғой. Біз Найман ішінде Сыбан, Жаңғыбекте бір ағайын, біз бір туыспыз. Шешесі шыға келді жаным. Ей, Жұмаш, сен деменей мына бүкіл Семейді шулатып бүкіл әлеміз. Бозтаев жанашыр, Бозтаев орнынан келсін, басқа жұмысын қалмады ма? Қолыма түстің енді, бүгін мен сенің сазайыңды беремін. Мен сенің жеңгеңбін деді ғой енді. Үндемей отырмын. Сонда дастархан жайылды. Жайылып жатыр. Екеуміз, Бозтаев екеуміз ішкі бөлмеге барып отырдық, тамақ дайын болғанша деп. Сон Кешірім тұрды да айтты, екеуміз қазір дұрыстап сөйлесіп алайық деді. Семей полигонын жаптырмау менің қолымда емес бір, оны сен білесің деді. Иә? Ал оны мен жаптырмай қойғанмен де олар жарады деді. Ал мен неге ол жарылыс керек деп отырмын деді. Мен ол дегенім, ол Горбачев уәде берген дейді. Мына Семей полигонындағы 2 атом бомбасын жарса, осыдан келген шығынның бәрін Совет одағының есебінен
мына Семейге ауруханалар салдыру керек, ана жаман аурумен ауырып жатқанда емдету керек, соған шама қаржы жұмсалады деді. Ал ертең олар әрі жарады, әрі көк тиын да бермейді. Ал саған керек салма деді. Сен бір нәрсені біліп істемейсің бе? Маған мені кет десең кете бер, мен одан ештеңе етпеймін дейді. Бірақ сенің халықтың жағдайын ойлауың керек, егер шын ұлтыңды сүйетін болсаң. Деп әлгі жерде өзім біртүрлі болып қалған. Оған дейін кеудем пісіп, ол Бозтайпты адам деп сөйлеп жүрген. Ой аға, мен жаңа түсіндім, енді кешіріңіз деді. Мен енді білдім. Ертең Азат газетіне төтенше мақала жіберемін, мына сіздің мына ойыңызды газетке бірінші бетіне басамыз дедім, Азат газетіне. Батырханға телефон соқты міне. Әне күнгі біздің неміз қате екен. Асығыс жіберіппіз. Кімді айтты? Олжас айтты, Олжастың көк тиындық қатысы жоқ дейді. Кешірім аға. Айтты, кешірім аға айтты. Сонда мен бір ай болдық, бір ай Семей полигонда. Олжас бір күн келген жоқ қой, бір күн. Ал 29 күні бұғана Назарбаевқа Ельцин қол қойдыртты ғой енді. Сонда әлгі Семейде ана Ерсі өзенінен от жағып, қайықтар атқызып, халықтың ішіне кіріп, сонда осы Бозтайып халықтың алдына кіріп шүйістіреді енді. Халықтың ішінде жүрді. Шында халық үшін. Жаңа ана Ертістің бойында ана дәмханалар нелерінің бәрін тегін келген халықтарға тамақ берді деді. Сол Бозтайып істеген ғой, Совет өкіметінің кезі. Біз бәрі жаңағы жерде жүрміз. Әлгі Бозтайып мен шақырып, ана еге шақырады. Міне, мынау менің бауырым деді. Ол мен кет деген орнынан деді. Енді осы бауырым енді мені енді түсінген, екеуміз қайыстан қазір тіл табысып жатырмыз, келіңдер деп әлгілер ел сөйтіп жатты. Ол суреттер бар, архивтерде бар. Содан жаңағы біз анық көзіміз жеткен нәрсе, бұл арада кімнің қатысы жоқ. Олжас Сүлейменов. Сонда бұл азат қозғалысының жеңісі деп айтуға болады ғой сонда. Иә, ол кез жеттері болды. Бұл полигонды жабу азат қозғалысының күшімен жабылды ма сонда? Тек қана азат қозғалысы. Өйткені біз сол жерде жатып, біз не жібердік қой? Телеграмма жібердік. Жақындап қалғанда. Ельцинге. Сіз енді ғана халық көбейіп кетті. Облыстардан жиналып келіп жатыр машинамен әкең. Аттанайық дегенде. Семейден ғана емес, Қызылордадан, Жамбылдан, Ақтөбеден, басқа жерден қаптап кетті. Семейге сыймай кетті. Бүкіл Семей оппозиция болып кетті. Дүрлігіп тұр, шайқалып тұр. Әлгі жерде біз әлгі нелерді құрып, қозғалыстарды құрып, парт билеттерін өртетіп, коммунистерге әкең, әлгі комсомолдарға билеттерін жақтырдық. Араша арал деген арал бар. Бір орыстың атындағы болатын, Семейде, Ертістің ортасында. Соған алып барып, бүкіл комсомол билеттерін өртеттік біз. Сол ағаш қазірге дейін тұр. Алашар. Соның бәрін кейін енді кешірім аға екеуміз жақсы түсінісіп кеттік. Мен жаңағы Азат газетіне жаңағын жаздым. Ол да кешірді, енді біз жауап емеспіз ғой. Оның да мақсаты, біздің де мақсат. Әйтпесе ауылдағы ағайын туғандар менің оңбаған, біздің бауырымыз жамандап, сен енді рудың ішінде ру болады ғой, Найман ішінде Сыбан ішінде мен Жанкөбек, ол Сейтен, ол ана басқа Байгөбек. Мына басқа ру болғаннан кейін сен оны жамандадың деп шықты ел. Дегенмен әйтеуір түсіністік. Ол кісі кейін осында келіп қайтыс болды. Анау полигонның зардабы жібермеді. 60 жасында шықты пенсияға. Бірден қуды жұмыстан. Алматыға көшті. Айтпақшы, орнынан түскенде мен бардым. Түсердің алдында бардым. Коммунистік партия құлайтын болды. Партия өзінің әлі жеке меншікпен маған не берді? Рафик машинасын берді. Азат қозғалысына. Жаңа. Мен алдында әлгіні сол жерде Семей облыстық азат қозғалысының мүшелеріне бердім. Көрдің? Өзім алған жоқ. Кейін олар сатып үй алған екен. Кешірім аға сол полигонның зардабынан қайтыс болды ма сонда? Иә. Қарсы болды, ашық қарсы болды. Ол кісі жазды, кітаптарында да жазды, сөйлестік те. Бұл кісі полигонға жалпы қарсы, өзі көрген. Жаңа ана жарылыс болып жатқан жерлерге талай барған ғой, содан жұқтырған ғой, ақы содан кетті ғой. 60 жасында пенсияға шықты. 60 жасында өлді. Түк көрген жоқ. Биыл Заманбек Нұрқаділовтың қайтыс болғанына 20 жыл болды. 20 жыл болды. Сіз осы Нұрқаділовтың қасында жүрдіңіз біраз уақыт, араластыңыз. Туған жерінде ескерткіш ашты, бюст. Не бәріне бар. Үйіне тас ойнады. Тас қойды, мектеп, атына мектеп берді кегенде. Мектеп болғанда, өнер мектебі деген болды бір. Өнер мектебі. Бұлай қалай ойлайсыз, Нұрқаділовтың ісін қарайтын уақыт жетті ма қазір?
Не дейсің? Нұрқаділовтың ісін қарайтын уақыт жетті ма қазір? Жетпегенде асып кетті ғой. Сен ойлашы енді, былай қарағанда ақылға сыймайтын нәрсе. Өзін өзі 3 рет ату деген ол сен қалай енді ойлашы енді, біз пендеміз ғой енді. Бір рет жүрегінің үстінен, бір рет екінші рет астынан, үшінші рет мидан контрольне атып отырған. Дейді енді ол құқық қорғау органдары. Енді сол күні саған айттым ба айтпадым ба қалай болған оқиғаның? Анау сенбі күні болатын. Кеше 20 жыл болды как раз атылғанына. Сенбі күні мен ол кезде дат газетін шығарамын. Ана кім Заманбек аға әбден мен датқа келгенім оған рахат болды ғой. Ойына бірдеңе түсіп жұмаш шет дейді, үйге барам. Отырып жазып, ертеңгі газетке сал дейді, ертеңгі газетке салам. Енді содан кейін өз үйге келеді. Сондай қарапайым адам болды, менің үйіме. Жүрде шай ішегенде бар, сөйтіп жүретін адам болады. Сол тура сенбі күні сағат 11-де телефон соқты. Жұмашы, мынау Назарбаевтың сайлауына бомба болып жарылатын материал бар, енді ішімге келмейді жеткізетін. Соны ертеңгі нөмірге төтенше жариялау керек деді. Ей аға дедім, дұрыс қой дедім. Мына телефонның тыңдалатынын білесіз бе дедім. Сіздікі де, менікі де тыңдалады дедім. Жаңа анандай газет шығып жатыр. Ой, әкең тыңдаса тыңдай берсін. Ей полковник, ей генерал, сенбей мен тыңдап отырған. Ұрдым мен сендерді. Иттер, ертең жауап бересіңдер деп. Сабыр. Жәкейді қайтесіз олармен айтысып дедім. Уф деп бәрі сабасы қызық, бала сияқты болатын. Содан бұл 11-де. Үйден шықпа деді. Әйелім бәрін естіп отыр. 2 болды, 3-тен кейін телефон соға бастадым. 2 телефон істемейді, отключен. Сездім сол кезде. Содан кейін өзі тұратын, өзі 2 коттедж қатар салған. Өзі тұратын 2-ші коттеджде жұмыс істейтін бөлмесінің қалалық телефоны. Кілең 3-7-ден құрылған телефон. Машинасының нөмірі де 3-7. Жетілер жақсы көретін адам болатын. 7 цифрларын. 7 деп ырымдап отыратын. Соларға да соғам ештеңе нетпейді. Содан сездім. Әйелім айттым, қой мен үйіне барайын. Осы бірдеңе болып қалды дедім әйеліме. Саған айтты ғой, барма, қозғалма деді. Ол кісі келсе мен не істеймін сен? Кейде әйелді айтқан тыңдау болу керек екен, айтсын мен барғанда мені атылатын едім. Соны бұл 3-те соңғы рет ала алмай қойғам 3-тен 4 кезінде қойдым телефон, сол шаршадым. Не барайын десем әйелім барма деді, хабар жоқ. Содан кейін 5:30-да телефон хабар келді. Заманбекті атып кетті. Бірден такси ұстадым да зырылдап үйіне келдім. Үйіне келсем бүкіл полиция бәрі қоршап алған әкеңіз. Соны Мақпал жүр екен. Не болды дедім мен. Олардан сұра деді. Ана компьютер қайда дедім. Бірінші компьютерді көшіріп кетті деді. Мен ананы жаңағы документ алуым керек еді. Ол документқа білмеймін, маған документ туралы айтқан жоқ деді. Бірақ ана жақтың бәрін алып кетті деді. Сол документтерін бәрін алып кеткен. Содан кейін мені де тергеді бір күні. Қалай болды деп. Не айттым, қалай мен осы әңгімені айтып бердім тергеушіге. Сіз қорықпайсыз ба? Неменеге қорқан деді. Заманбекті аттыңдар ғой, мені де атасыңдар ұзағанда дедім. Егер солай болса атыңдар дедім. Ал ертең сендерді де атады дедім. Сен звание кім? Полковник. Полковник, сен де көзің құриды дедім. Заманбекті атқан сендерсіңдер. Мен атсаң мені де атасыңдар. Сендердің қылмыстарың бұрынғыдан ауырламасы жеңілдемейді енді. Сіз қорықпай, мен неменеге қорқам, сен бала деп өстің бе қайта. Біз ақыры осы жолды таңдап түстік пе, енді осы жолға адал болуымыз керек қой, басқаны қойғанда деп. Сонда әлгі тергеуші бар ғой, әлгі түсіне баса өзі келген, қызығын таңғалғанда. Кімнің жерлесі? Заманбектің. Соны айттым, бауырым, енді сен өзің анау арыстай өзің жерлесің ғой, жәкеңді қалай өлтірдіңдер деймін. Біз өлтіргеніміз жоқ дейді, енді кім өлтірді? Мен бе дедім, мен емес бала білесің деп. Мен барған жоқпын дедім. Содан айтты, аға енді бала шағаны нетіп отырмыз, енді қайтесіз. Сіз енді шаршадыңыз, бұл түнгі бір. Тергеге мен бірде ана келесі бөлмеде дастархан жасап қойыпты. Ет, қазы қарта, 1 жарты арақтары бар. Бәрі кеп менен кешірім сұрап. Біз енді жұмысымыз сол аға. Осы әңгімекші. Сонда әлгі дастарханда отырдыңыз ба? Отырғызып болмайды, отыр деді, отырдым.
тамақтан алып енді жей алмайсың ғой, қабаш енді отыр деген отырдым. Сонда әлгі менен өздерінше қазақша кездерім сұрап, біздікі жұмыс аға. Айып етпеңіз, қазір машина сізді үйіңізге апарып тастайды деді, апарып тастады, болды. Содан кейін тергеуде болған жоқ, ештеңе де болған жоқ. Жалпы енді бұл өлім өзі құпия. Өзіне ана кімнен сұрадым, Жармахан Тұяқбай Заманбекті сояды ғой, өлген адамдар сойып қарайды ғой. Соған барған. Мен шақырды дейді. Бардым дейді. Ана Наган өзін өзі атқан дәлейтін Наганда, ана атқанда, соң контроль атқанда, ми шашылғанда, алақанына толып қалған дейді, алақанда. Ол анық дейді. Енді аналардың сүйеніп отырғаны сол дейді. Ол бұлай болған сияқты енді мен шамалауымша. Ана 2-3 адам болған. Ана келген үйіне. Соны жаңағы Заманбек өзі қызып адам ғой, бала сияқты болатын әлгі. Атам мен сендер мен атасыңдар ма дегендей бір әңгіме болды ма екен дей, менің ойым бұның бәрі. Ана бар пистолетін алып келіңізші, ана пистолетіңіз бар ма деп аналар алдыртқан жоғарыдан. Пистолетін. Өйткені ана үйден екінші бір адамның қаны табылды, бірақ ондылар жауып тастады. Атқан біреуді, Заманбек атқан. Сол атқан кезде сарт етіп қолдан ұстаған. Содан кейін ананың бәрін сол бір адам орындаған ғой, ол кім, ешкім білмейді. Жұмаш аға, балалар бар, Құдай берген. Құдай берген балаларыңыз бар, немерелер бар, мінекей шөберелеріңіз де бар, тәй-тәй басып өсіп келе жатыр. Мынау қазақтың кәсіпкерлері мынандай балаларға арнап ойыншық шығарыпты. Біздің отан дала, даладағы қала, ата мекен жерді сақтап қалған баба. Отан бізге пана. Мынау патефон, осында балаларға арналған тақпақтар бар, жаңылтпаштар бар, ертегілер бар, қазақтың күйі мен әндері бар. Енді қазір балалардың бәрі өзі қазақша сөйлесе екен деп жатырмыз ғой, интернет қаптаған заманда. Осыны мына бала әуен, жаңа бала деген қазақ кәсіпкерлері шығарыпты. Сіз бүгін бізде қонақтасыз, мына шөбереңізге осы патефонды сыйлық ретінде ұсынсақ дейміз. Ой, рахмет. Мінекей саға. Жаңа бала дей ме? Аха, жаңа бала. Рахмет жігіттер, сендер сөйтіп сый көрсетіп. Осының ішінде тұр ғой жаңағы? Осының ішінде тұр, аха. Рахмет сендер. Қойып қойыңыз ана жерге. Рахмет айналайын. Жақында Әкежан Қажыгелдиннің сұхбаты шықты Азаттық радиосына. Нұрбек Түсіпхан деген әріптесіміз алды. Қазақстан сағынғанын айтады, бір өкініші бар. Сіз осы Қажыгелдиннің бір демеушілік жасаған газетінде жаңа айтып отырсыз ғой, бас редактор болдыңыз. Жоқ, мен Әкежан Қажыгелдинмен жаңағы кім? Постайып Әкежан Қажыгелдинді мен қалай араласқанды айтайын, араласты мен. Анау мен жаңа Заманбекте жұмыс істеп жүрген Алашорда деген газет шығарамын, тыршырмаймын ғой. Енді ол газетті шығару үшін ақша керек қой енді. Маған айлықтың керек, өзім айлығым бар. Енді ана типография баспахананың шығынын көтеріп алатын. Біреулерден сұрадым, біреу береді, біреу бермейді. Соны Постайыпқа телефон соқтым. Кешеға. Мен осындай Алашорда деген газет шығаратын едім. Кешеға Алаштың нелерін. Соны ана баспахананың шығынын көтертіп алған біз көмек бір жағдайы барларға айта аласыз ба? Ұшып кел деді самолетпен. Самолетпен ұшып Семейге келдім, ол кезде немін 40 минут па, 30 минут ұшады самолетқа. Барып кешеғын, келгенің жақсы болып жүр. Қазір менің көмекшім, машинам сені 2 бауырың алып барады деді. Соларға айттым деді. Барғанда көресің деді. Ана 001 деген қара волгасына отырып қайқайып келдім. Татарский край деген жерде бірдеңе деген банкі жазылып тұр екен. Есін алдында бір ұзын бойлы жігіт тұр екен. Қарасам, Ғалымжан. Жақиян. Жақиян. Ой, аға келдіңіз бе, жақсы. Іште Әкежан бауырыңыз күтіп отырсыз деп. Олар арғы бөлмеден үлкен дастархан жасап, ет асырып бәрін дайындап қойған екен енді. Сол жерде отырдық. Әкежан айтты, айтты маған кеш ағаң бәрін дейді. Ол мәселеміз көмектесеміз деді. Ал сіз қазір тамақ ішіңіз, содан кейін неге барамыз, демаламыз ана. Сосновый Бор деген жер бар. Бүкіл
жаңағы облыстық партия комитетінің мықтылары демалатын керемет орын бар. Сол кеше аң келеді сол жерге, ана генерал Қалматаев барады, сол келеді, бәрі келіп бүгін бір тойлайық деп. Мынандай селофан қорап қойған, сұрағанда жоқ, мен қанша деп нем бар мен. Селофан мешекті бірінші рет көрдім мен. Ол кезде селофан мешек деген жоқ. Мынау не нәрсе деп қоямын. Үндеме деді, ана генералдың қолына беріп қойған Қалматаев. Қалматаев баласы сияқты, ол кезде Қалматаев ана облыстық ішкі істер басқармасының бастығы ғой. Ол мен де сол кезде таныспын сан. Сосновый Борға келіп тойладық. Кеше арақ жақсы жедім. Былқ кетпейді ғой, салмақты. Аналар да бәріне міне жұмаш. Өздерің бауырларың келіп отыр. Енді бұл жігіт енді өз жеке басының қамы үшін емес, енді осы ұлтқа бір көмектеймін, бәрің өздерің жақсы білесіңдер деп осы жігітті бір қолақ қылып жіберейік деп еді, бәрі тоз көтеріп содан кешке қарай енді маған айтты, енді сен енді қайтуың керек. Ана жерде біраздан кейін мен де шықпайдым, қанша дегенмен қыза бастаған болуым керек. Содан кеше маған айтады, Жұмаш, сен бүгін қайтасың? Қолыңда ақша бар. Оны қалай апармақ, қалай қайтпақсың деді. Самолетке билет алсаңыздар, жоқ. Сені мына генерал Қалматаев самолетпен алып барады деді, үйіңе деді. Сонда Мұрат Қалматаев бар ғой, самолет, Апковның самолеті ғой, білмейді. Екеуміз самолетпен ұшып, Алматыға келдік. Әлгі пакеттің ішінде ашқан жоқ, білмеймін. Пакет соның қолында. Соны үйге келдік. Татаргіде өзім жекеменшік жер үйім болды. Соған келдік, келін қайда деп келді, әйелім бар екен. Шақырып алды, міне мынау. Қолыңа тапсырып, мынаның қолына берме. Ол шашып жүремін мүмкін бір жерге апарып. Деп, оны ана газетке жұмсау керек, айналайын деп, Қалматаев әйел берді. Отырып, жоқ, шай керек, жаңа ғана тойып шықты қоян деп. Содан Қалматаев туралы неде бар, интернетте бар, генерал Қалматаев, Дара тұлғалар деген, жеке 30 минуттық фильм бар. Украинаға билікке демократтар келді ғой. Ющенконың келуі, соң кейін бертінде Зеленскийлердің келуі. Сол кездер мен есімде мына Лениннің, Сталиннің ескерткіштерін жаппай құлатып жатты ғой. Иә. Сол кезде біз соған бір романтика ретінде қарағанымыз бар. Кейін үлкендерден естідік, осы 90 жылдың басында Хасен Қожахмет бастаған қазақ ұлтшылдары мына қазіргі ұйғыр театрының қасы, бұрын білесіз, НКВД-ның түрмесі болды, кейін банк болды, қазір қонақ үй болып кетті. Иә. Сол жерде Феликс Дзержинскийдің ескерткішін құлатты Хасен Қожахмет. Сол оқиға қалай болды? Мен қалалық акиматтамын. Жаңағы қоғам саяси ұйымдармен жұмыс істеймін ғой, білем ғой енді. Хасен деген досым өзі. Келіп араласып қиратыңдар дедім. Енді оңашада. Бірақ енді мен қызметім мынандай. Шу көтермеңдер деп сөйттім. Сөйтсем, Хасен енді ана жақтан бәрін жинап алып, бір уақытта маған телефон соғады, милицияның бастығы қалалық. Анауын қиратқалы жатыр. Жаңа Заманбекке айтып едік, осыдан ана Жұмашты алып барыңдар деп айтты. Сол тоқтатады деп айтты. Мен қалай тоқтатам, мен өзім қирата бер деген адам. Келсем, арқанды салған мойынға екен. 20 шақты жігіт құлатқалы жатқан кезде келдім еді, бірақ. Мен де әлі жақындаған жоқпын. Мен қасымда милиция бар. КГБ-ның адамдары бар. Менің бөлімім сондай ғой, енді солармен оларға асықпаңдар, жоламаңдар деді. Мен қазір көреміз. Деп ақырын асықпай барып неткен жаналар құлатшы екен деп тұрмын ғой. Сол күшен тартқанды борт етіп сыныпта еді. Шейін бір неден жасалынған екен. Қауашақ сияқты бір. Тіпті ана металл жоқ ішінде. Темірі жоқ. Шашылып та қалды. Сол Хасенді қамамайсыңдар дедім. Жаңа әкім айтқан тиіспеңдер, халықты қарсы қоюға болмайды. Енді олар іс болды, енді бұл жерінде басқа не жасаймыз деп. Тура сол сияқты сол мәселені ескерткіш қирағаннан кейін ғой деймін. Мен сол Нұрқаділовтемін. Не? Ар студиясы болды телевидениеде, ар деген кімдер жүргізді, Серік, кім бір екі жігіт. Солар бір күн кешке қарамаған телефон соғып, жүке, сізден бір сұхбат алайық деп едік, ар студиясында. Сіз бересіз бе деді, жарайды береймін дедім. Сол бүкіл жаңағы коммунистердің ескерткіштері, мүсіндері бар, өкімет үйінің арт жағында, ескі өкімет үйінің. Сол жерге алып келді, сол жерден хабар бастады. Мынаған кімдер білесіз бе деді. Білем, бұлар кімдер? Бұлар кешегі Қызыл империяның нелері, комиссарлары деді. Иә дедім. Бұларды не істеу керек деді. Бұлардың бәрін алу керек деді.
қирату керек. Сол орнына нағыз ұлт қаһармандары тұруы керек дедім, қысқартып айтқанда. Оны орындай ма деп орындаймыз деп мен дедім. Сөйтсем тура сол күйінде мен сөзім жазып алғанда, сол күні эфирден берді ғой кешкі 8-де. Таңертең жұмысқа келсем, ол кезде сотовый деген жоқ. Заманбек деген боғын пышақтап жатыр екен. Сен не білдір? Сен бе қаланың әкімі Заманбек пе? Бижанов деген бар қазір. Сол айтады, орынбасар болады. Бар енді ағаңа жауап бер дейді. Кезім Зәкең отырайыншы. Сенің есің дұрыс па? Бүкіл ескерткішті қиратамын. Сен әкім, мен ғой әкім, айналайын қайтамын. Оны әкімшілікші деп айта алмайды, сен аузынан келмеймін. Бар енді ана жерге дейді. Не болып қалды дедім. Ленин ескерткішін Серікболсын Әбділдиннен бастап бәрі қоршап, бүгіннен бастап қорғауға алыпты деді. Бәлем мың адам жиналыпты деді. Ленин алаңдағы Ленин ескерткіші бар ғой, қазіргі әлиялар тұрған ескерткіші Ленин болады. Бардан осылар таратты деді. Келсем, Серікболсын ағам, былай ортада сол, бүкіл орыстың әлгі большевиктері, коммунистер, бәрі жүз қатар Серікболсын ағадан басқа қазақ жоған жүрді. Секе дедім, мыналарыңыздың бәрі басқа, сізге не керек ол Ленин депсін. Жауабыңызды мен Ленинді сыйлаймын дейді. Болмайды дейді. Жоқ, Ленинді қазір қиратайын деп жатқан ешкім жоқ дедім мен. Бізге қазір мына көшедегі тәртіп керек. Сіз білесіз менің не істеп жүргенімді. Менің мақсатым сол. Біз сіздерді ешкімді қамамайды қазір дедім. Ешкімді соттамайды. Бұл қай жыл? 92 жыл ма? Сол қыз. 92 жыл. Содан кейін айттым енді мынау сөйтіп айттым, сіз енді мына өзіңіз бастапсыз мынаны. Енді өзіңіз мыналар таратыңыз дедім де кетіп қалдым. Ол кезде Ленин десе өлетін ол кісі. Шын, нағыз коммунист болды. Бірақ ол кісі мына өлгенше солай өтті. Серікболсын ағай партияға сенді. Нағыз шын деп. Содан сөйтіп жаңағындай әлгі сөйтіп қызыққа батқанбыз оны енді Серікболсын аға 93 жыл конституцияны қабылдады ғой. Иә. Бірақ енді Серікболсын ағаның 93 жыл конституциясына қарасақ, көп билік парламенттің қолында. Мысалы, жоғарғы прокурорды парламент тағайындайды. Иә. Ұлттық банктың төрағасын парламент тағайындайды. Конституциялық сотты сайлайды. Иә. Былай қарап отырсақ, Әбділдиннің конституциясы өте демократиялық конституция болды. Иә. Бірақ енді ол кісі сонда былай қалай лениншілдігі мен осы демократтығы қалай бір бойына сыйды? Жоқ, ол кісі Серікболсын Әбділдинді мен де былай кейін түсіндім ол кісінің. Енді ол анау жаңа партияға деген көзқарасы, ол өзінің жеке көзқарасы. Бірақ бұл кісі шын мәнінде тек халыққа мен жұмыс істесем, қазақтың еңсесін көтерсем деп жүрген, нағыз өзінің ұлтын жанындай сүйген адам болатын. Бұл Серікболсын ағаның енді өзі өте білімді, нағыз экономист болды. Анау ылғи мен әңгімелесіп тұрдым анау неде. Халық шаруашылығы неге офисі болды ол кісі. Сол жерден бар талай сұхбат алып, талай әңгімелестім. Ал енді Серікболсын ағаның, сен бұрын естімеген шығарсың, бір әңгімесін айтып берейін. 86 жылғы желтоқсан көтерілісі кезінде Серікболсын аға Қазақстанның өкілі ретінде Москвада отырды. Осы кісі. Содан айтады, бір күні дейді, Назарбаев келіп қалды дейді. Москваға. Енді онда біз қасында жүреміз керек. Сөйтсек, кім СССР КГБ-сі ішкі істер министрі Назарбаев тергеуге шақырыпты дейді. Содан енді бәрі мен енді көріп, 12 том Назарбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалып дейді, 12 том. Анау жаңағы кіммен сөйлесті, кіммен кездесті, 86 жылғы желтоқсан болардың алдындағы қалай әңгімелер болды, соның бәрі жазылып тұр дейді ғой. Бұл арада кінәлі кім екені оны Совет өкіметі оларды айдап салмағаны, мынаның өзін жеке өзінің билікке келу үшін жаңа өз адамдарын дайындағанның бәрі сайрап тұр дейді. Мен отырмын дейді куә. Ана деланы мен де сол жердің адам болуымен танысып шықтым, енді мынаның бүкіл нелерінің бәрі сайрап тұр дейді. Оның ішінде қазылатын атауға болмайды, мен білем. Қандық кімдер болған, мына бәлені кімдер жасау керек. Сонда әлгі мемлекеттік тәуелсіздік әперейін деп отырған жоқ.
бұлар әлгі өздері ана билікті қалай өздері қолға алып қалу керек жаңағында көп нелер істеген. Мына қонақ үйлерге жаңағы студент жатақханаларына жіберген Назарбаевтың өзі. Ана адамдарды, өзінің адамдары барған. Ешқандай жастар көтерілем деп ойламаған, мен айтайын. Және жастар ондай түсінік болған жоқ ол кезде. 80 желтоқсанның алдында. Алаңға бардық, мен қызық көріп бардым мен басында бір. Мына ел неге жиналып жатыр екен деп, мысалы, сол сияқты. Сөйтіп барған, ал негізінде дайындаған адамына биліктің өзі болған. Мына Камалиденов бар, Осмозналар бар, тағылар бар, көп адамдар болған. Соның барлығын барлығының мен әйтпесе мен білетінімді мынау біледі дейді Назарбаев дейді. Содан бұның бар арманы менен құтылу болды дейді ғой. Бар арманы. Ананың бәрін білмейді. Басқа құжаттар, документтердің бәрі менде деді ғой. Маған беріңізші деп едім, ол кезде бермеді ғой. Сөйтіп ақыры өзінен өтірік. Индияға бар, дем алып келіңіз деп Индияға кете салысымен парламент таратып жібере салып, содан бұдан құтылды. Секеңнен. Әйтпесе Серік Болсын аға, енді егер Серік Болсын аға бар ғой, мемлекеттің басына келген нағыз мемлекетті басқаратын адам еді. Бұл кісінің енді сауаты керемет. Саяси сауаты да, экономикалық сауаты да, барлығы да мына бір тиыннан 10 тиынды қалай жасауға болатын да, Қазақстанның экономикасын қалай көтеруге болатын да, ол кісінің керемет жоспарлары бар. Как экономист ретінде маған айтқанда мен ертегі тыңдағандай болып отыратын. Ол кісі ылғи шақырып маған ішіп сады ғой. Ол кісі туралы да мен көп түсірдім. Қазір енді іздеп жатырмын сан. Мүмкін үйде бір жерде жатыр ма, бір табам бар. Жаңағы менде өз камера бар. Қазір маған керегі жоқ бұл камералардың. Сондықтан енді жаңағы Серік Болсын ағаның менде үйде бар, енді бір күні мен қолымды кішкентай етейін. Жаңағы менде бір архивтер тұр, жаңағы түсірілгендердің бәрі. 101 деңге кассета тұр. Соның бәрін отырып тексеруге керек. Жұмаш аға, рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Жақсы күндерді жолығайық. Жақсы, рахмет.